Балалар, менің қолымда не тұр? Жер шары. Жер шарында қараңдаршы бәрін. Мына жерде қандай түс белгіленіп? Көк. Не себептен деп ойлайсыңдар? Су, дұрыс айтасыңдар. Осы жер бетіндегі 75% судан құралған екен. Бұл жерде теңіздер, өзендер, көлдер екен, иә? Ал балалар, біз сусыз тіршілігімізді елестете аламыз ба? Жоқ. Су бізге қажет па? Иә. Ондай болса, су туралы тәжірибе жасайық. Ура! Зертханаға барайықшы. Иә, кәнеке бәріміз зертханаға барайық. Балалар, біздің алдымызда не тұр стаканда? Су. Су тұр. Кәнеке, осы суды біз ішіп көрейікші. Су қандай екен, балалар? Дәмі жоқ екен, иә? Және қандай деп ойлайсыңдар сендер? Түссіз және мөлдір екен, иә? Ал енді осыған тәжірибе жасап көрейік. Балалар, оң жақтағы отырған балалар, сендердің алдарында не тұр? Тұз. Тұз тұр. Ал сендердің балалар? Қан тұр. Ал Аружан, сенің алдында не тұр? Лимон. Лимон. Кәнеке, осыны біз өзіміздің осы таза суымызға араластырып көрейікші. Ал енді араластырамыз. Сендердің суларың қандай болды? Ашты. Ашты. Ал балалар, сендердікі? Тәтті. Қышқыл болды. Көрдіңдер ме, балалар? Суға қандай зат қоссақ та, сол заттың дәмі шығады екен, иә? Балалар, біз мына стаканға не қойдық? Сүт қойдық. Сүттің түсі қандай екен? Ал бір стаканымызға не қойдық? Судың түсі қандай екен? Мөлдір. Ал енді осы екі стаканға құйылған затымызға біз қасықты салайықшы. Қайсысы көрініп тұр, балалар? Иә, бұл сүтте көрінбейді екен, ал суда? Не себептен деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар, өйткені мөлдір, иә. Бұған біз тас салсақ та, не салсақ та, мөлдір болғандықтан барлық заттар көрінеді екен. Балалар, енді біздің келесі тәжірибеміз мынада су бар, иә? Екі стаканда да су бар. Енді біреу стаканға біз тұз салайықшы. Қаншалықты салайық тұзды? Бесеу, онда 5-5-тен салыңдар, иә? Қатты жақсы араластырамыз. Қане, араластырып, жақсылап. Ал су, балалар, бізден еріткіш болғаннан кейін біз қаншалықты зат саламыз, сол заттар суда еріп кетеді екен. Ал енді бір-бір жұмыртқадан саламыз. Ал мына суға ештеме салмадық, иә, балалар? Ондайса енді жұмыртқаны салып көрейікші, кәнеке. Сендер қандай суға салдыңдар жұмыртқаны? Жай суға. Жай суға салдыңдар, иә? Енді сендердің жұмыртқалары не болып тұр? Батып кетті. Иә, суға батып кетті. Ал енді сендердің балалары? Біздікі бат-бат. Не себепте бат-бат деп ойлайсыңдар? Тұз салдық. Дұрыс айтасыңдар, өйткені тұз салған кезде, балалар, тығыздығы, судың тығыздығы көп болады екен, да? Жұмыртқаның тығыздығы аз болғаннан кейін ол жоғары көтеріледі екен. Алдарындағы бояуды алып, суға қосып көрейікші ме? Апайменікі көп. Көп түс болды екен. Әппақ. А сенің түсің қандай болды? Қызыл. Менікі қара. Қара болды. Көрдіңдер ме, қандай суға қандай бояу қосамыз, сол түс шығады екен, иә, балалар? Мына банкіге біз су құямыз, судың тығыздығын тексереміз. Енді оған марлы дәкемізді таңып, аузын марлыны ораймыз, иә? Енді осы судың тығыздығы ұсталып тұра ма, соны тексерейік, балалар. Қараңдар, балалар, су алып тұр ма? Жоқ. Су алып тұрған жоқ, иә? Көрдіңдер ме, міне? Көрдіңдер ме, балалар? Ешқандай судың тығыздығы өз банкіні өзінде ұстап тұр екен суды, иә? Ал енді біз оған тіс шұғылғышты кіргіземіз. Көрдіңдер ме, балалар? Судың тығыздығы банкінің өзінің ішінде ұстап тұр. Біз мына таза суымызға көпіршікті құяйық, балалар, иә? Қараңдар, балалар. Көпіршігіміз судың астынан кетіп жатыр ма? Жоқ. Иә, бетінде қалды, иә? Көрдіңдер ме? Ал енді суды қарайықшы, балалар. Суымыз сол қалпында қандай болып тұр екен? Мөлдір болып тұр екен. Көрдіңдер ме? Қандай көпіршік жеңіл болғандықтан, су тығыздығынан жеңіл болғандықтан, ол көпіршік бетінде тұрады екен. Ал суымыз тығыздығымен өз қалпында мөлдір болып қала берді.